армысыздар? Ұстаз мәртебелі мамандық, ұстаз болу жүректің батырлығы дейді. Номер 11 орта мектептің ардагер ұстазы Мұқтахиденова Нұрзила апайға әңгімелесе отырып, сыр тарқатып көрейік. Нұрзила апай, алдымен өзіңіздің туып өскен ортаңыз, ата-анаңыз, мектебіңіз, оқу орны жайлы айта кетсеңіз деп едім. Мен негізі Атырау облысында туғам, бұрында Теңіз ауданы болды. Қазір бұрында Гурьев қойылды. Сол жақта туып өстім. Әкем дәрігер болған адам. Ол 85 жылы қайтыс болды. Анамыз 95-ке қараған жылында қайтыс болды, 1-2 жыл бұрын. Содан кейін Гурьевте, Атырауда қазіргі медучилищеде оқыдым. Дошкольный отряд. Соны бітіріп, сол жерде Базархан деген мектептерін істедім. Сөйтіп жүргенде жолдасым ауырды. Содан кейін мен ауырдым. Сондықтан осы жаққа көшуге тура келді. Денсаулығыма байланысты. Осында біздер 88 жылы келдік. Келісімен мұнда да Базархан деген балабақшада жұмыс істедім. Сол істеп жүрген кезде мектепке жақсы 91 жылы мектепке ауыстым, 11-ші мектепте. Сол жерде қазақ тілін, әдебиетінің, орыс қалыптарына сабақ бердім. Алғашқы ұстаздық жылдарын сізге қиын болды ма? Алғашқы ұстаздық балабақшадан бастадым. Балаларды жақсы көремін негізі. Өте қиын болды деп аталмаймын. Өзің сүйіп істеген жұмысың өзіңе жеңіл сияқты болып көрінеді ғой. Сондай заман болды. Балалардың бәрі жақын болды өзіме. Сондай жылдар болды. Осы ұстаздық өмірге қалай келдіңіз? Өзіңіз жүрек қалауымен келдіңіз бе? Әлде бір оқиға, осы мамандықты таңдау үшін бір оқиға түрткі болып келді ме? Мен негізі дәрігер болғым келген. Оған болмады. Ақтөбе институтына бардым. Мен бал жетпеді, өзі сияқты. Сонымен қайтып келіп, балабақшада жұмыс істедім. Балабақшада енем жұмыс істеді бізде. Хамида Махмутова, Хамида Қожақова. Сол кісі балабақшада істеп жүрген, заведующий болып шақырып, нені таңдауға, мұғалімдікке таңдауға кісілер келді. Солардың есімін айдауымен кетіп қалдым балабақшаға. Осы қиындығы мен қызығы бірге жүретін осы жұмыста басыңызда өткен қызықты оқиғаларыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Баламен жұмыс істеу өзім үшін қиын емес, бірақ балалар деген әртүрлі болып келеді ғой. Мінезі, тұрысы дегенде балабақшада болған бір Ернар деген бала болды, мен мектепке ауысатын болдым. Сол кезде ол бала менің артымнан жүріп, сізбен бірге мектепке барамын. Ол кішкентай топта болатын, бірақ маған жақын, өзім мені жақсы көреді. Мен де оны жақсы көріп, артынан қуып, ол баланы, ол жылап еңіреп, мектепке дейін барып, менен бірге. Ол сол 1-2 жылдан кейін бізде мектепке келді, менің торыным болды. Сондай балалар болады. Ал енді Нұрзила апай, сізге тілерім, жүзіңізден күлкі кетпей, жүрегіңіз жаздай жайнасын, жанаңыздан әрдайым нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа кенелсін деп тілейміз сізге. Сізге рахмет сұхбатыңызға, өте қызықты, сіздің оқиғаңыз қызықты болды.